Қайырлы күн. Бүгін осындай жобамыз дайын. Жобамыздың аты Экотамшы. Қазақстан аумағындағы қуаң аймақтарында тамшымалы автоматты суғару жүйесі. Біз жобамызды кішігірім мынандай макет жасадық. Жылыжай, ақылды жылыжай десек те болады. Бұл жерде ішіне мынандай орындар бар, жаңағы гүл, өсімдік отырғызып қойсаңыздар болады. Бұл жерде датчик, температура және ылғал өлшейтін датчигі, өсімдікке қажетті фитолампа, сонымен қоса бізде мәлімет көрсетеді ылғалды, температураны, топырақтың ылғалдығын, және де динамик. Онымен қоса бізде Arduino жарық датчигі, және де топырақтың ылғалдығын сезетін датчик. Онымен қоса реле және батарейка құрылғылар осы жерде қосылған, және суғару жүйесі насос. Бұл жерде мына шланг, мына шлангымыз мына каналға қосылады. Сол арқылы мына каналмен тамшымалы суғару жүйесі жүреді. Және де бұмен қоса бізде жобаны қорғау мақсатында 24 беттен тұратын жобаның жұмысы жазулы. Бұл жерде кіріспе бөлімі, әлемдік тәжірибе және сол зерттеу жұмыстары, екінші тарау бойынша интеллектуалды басқару жүйесі, жаңағы осы макетіміздің қандай іс-әрекет атқарады құрылымы жайында жазулы. Үшінші бөлімінде бұл тәжірибелік зерттеу және жобаны іске асыру тиімділігі. Қанша пайыз осы өнімді Қазақстан Республикасының қуаң аймақтарында, су тапшылығы қатты сезілетін аймақтарда пайдаланып, және де өнімділікті арттыру есебі бойынша жасалған дүние. Қосымша ақпараттар бар. Және бұмен қоса қорғау слайды бар. Экотамшы Қазақстанның қуаң аймақтарында егіншілікті цифрландыру, жаһандық су дағдарысы бойынша кішігірім зерттеу және дәстүрлі суғару жүйесі, және экотамшы қолдану арқылы суды үнемдеу. Онымен қоса дәлділікпен егіншілік және де өсімдікке қажетті удобрение барлығы су арқылы барады. Және де қай мемлекет бойынша зерттеу жұмыстары жүргізілді, қай мемлекет бойынша осы мемлекеттер бойынша іс-тәжірибелер ескеріліп, зерттеу жұмыстары жүргізілді. Архитектурасы қолдану бойынша біздегі жаңағы тиімділігі, және болашақта осы құрылғымызды үлкен алқаптарда қолдануға болады, және автономды күн жүйесінен қуаттандырып, телефон арқылы басқару болашақта осы бағытта жұмыс істейміз. Және де судың үнемділігін 40%, энергияның тиімділігін 25% үнемдеуге болады, және өнімділікті 25-30%-ға өсіруге болады. Осы бойынша кішігірім жобамыз дайын. Ал енді макетімізді іске қосып көрейік. Компьютер арқылы питание берейік. Өсімдікке қажетті жарық көзі, су жеткілікті суғару жүйесі тоқтатылды. Бұл жерде топырақ датчигі, ылғалын сезетін датчик әзірше суда тұр. Насос және мына стаканды қойып қойдым. Мынау суғару жүйесі бізде мына каналда тұрады негізі. Осы каналмен өсімдіктерге тамшымалы суғару жүйесі іске қосылады. Әзірше мында қосайын. Қазір мен топырақ ылғал датчигін судан шығаратын болсам, дыбыспен ескерту беріледі, насос іске қосылады. Керекті ылғалды алғаннан кейін насос тоқталады. Өсімдікке су жеткіліксіз, топырақ құрғақ. Су жеткілікті суғару жүйесі тоқтатылды. Қарасаңыздар міне.
тексерейік. Өсімдікке су жеткіліксіз, топырақ құрғақ. Су жеткілікті, суғару жүйесі тоқтатылды. Және де түн батқан кезде өсімдікке қажетті жарық көзі қосылады. Өнімділікті 25%-ға арттыру үшін оны қалай тексереміз? Мысалы, қазір жарық беріп көрейік. Қазір бөлменің іші қараңғы болғандықтан, қазір жарық көзі қосулы. Және де мына фонармен қазір күндіз деп қосайық, күн шықты деп. Жарық көзі сөндірілді. Кеш батады. Өсімдікке қажетті жарық көзі қосылды. Таң атады. Жарық көзі сөндірілді. Өсімдікке қажетті жарық көзі қосылды. Енді бұл жерде дисплейде жаңағы температура 23 градус, ылғалдық 70% көрсетіп тұр, топырақтың ылғалдығы 377. Мысал ретінде тағы да бір датчикті шығарайын. Өсімдікке су жеткіліксіз, топырақ құрғақ. Су жеткілікті, суғару жүйесі тоқтатылды. Қарасаңыздар, не тоқтатылды суды. Және де температурный датчикті мысал ретінде өлшеп көрейік. Қарасаңыздар, 23 градус. Қазір сәл қыздырып көрейік. Сәл жылу берген кезде уже температурамыз 24 градусқа, 25 градусқа көтерілді. Макетімізді ноутбук арқылы питание берсек болады кәдімгі. Және де мына жерде өсімдікке қажетті жарық көзі, су жеткілікті, суғару жүйесі тоқтатылды. бұл жерде насоспен және жарық көзін крона батарейкасы арқылы питание беріп отырық. Ауыстырып тұрсаңыздар болады.